Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай, дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі штрудель тамағының рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Ең әуелі қамырын илеп дайындап аламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, бір шай қасық тұз қажет. Тұзы ерігенше жақсылап араластырып, үстінен бір пиала суымызды құямыз. Суды құйып, біркелкі масса болғанша араластырып, үстінен алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды бірте-бірте қоса отырып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыз тура еттің мантының қамыр сияқты болуы қажет. Тым жұмсақ немесе тым қатты болмауы қажет. Онда бірте-бірте қоса отырып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз дайын болған соң, бір-екі рет қайтарып илеп, демалуға 10-15 минутқа қойып қоямыз. Осы аралықта салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ет, пияз, сәбіз, тәтті бұрыш және картоп қажет болады. Ең әуелі қызып тұрған майға етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Сонан соң үстінен туралған тәтті бұрыш, сәбіз және пиязымызды салып, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Үстінен бір қасық томатымызды салып, жақсылап араластырып, 2-3 минут көлемінде қуырамыз. Мен жарты ас қасық паприка салдым. Тағамызға ерекше түс береді. Және татымына қарай тұз, қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып, 2 минуттай қуырамыз. Сонан соң алдын ала турап, жуып дайындап қойған картоптарымызды салып, 2 минут қуырып аламыз. Қуырып болған соң үстінен бір кеседей су құямыз. Картоптарымыз жартылай батып тұруы қажет. Сонан соң бетін жауып қайнауға қоямыз. Осы аралықта енді қамырымызды жайып дайындап аламыз. Ұн себе отырып, қамырымызды жұп-жұқа етіп, дөп дөңгелек етіп жайып аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен түрлі рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Қамырымызды жайып болғаннан соң, үстінен сұйық майымызды барлық жеріне бірдей етіп жағып аламыз. Сонан соң тура видеодағыдай етіп, ұзыншалап кесіп дайындаймыз. Қамырлардың ортасына салмасын саламыз. Ол үшін мен қуырылған пиязды пайдаландым. Сонан соң тура орама сияқты орап, гүл тәріздес етіп, барлығын дайындап аласыздар. Міне жасалу жолын көрсеттім. Барлығын жасап дайындап алған соң, салманың үстіне барлығын жайғастырып шығамыз. Барлық қамырларымызды жайғастырып болған соң, қасықтың көмегімен қамырларымыздың үстіне сорпасынан құйып шығыңыздар. Сонан соң ең төменгі отта бетін жауып, 40 минуттай бұқтырып пісіретін боламыз. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Иісі деген керемет. Қамырлар ешқандай бір-біріне жабыспаған. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Аскөкпен түрлі көкөністермен безендіріп ұсынсаңыздар болады. Ас болсын.